Қасенов Нұрислам, 4-ші А сынып оқушысымын. Мен ғылымдар күнімен құттықтаймын. Менің ғылыми жобамның тақырыбы қазақ ою-өрнектерінің мағынасы мен тәрбиелік мәні. Зерттеу өзектілігі. Қазақ халқының өрнектерінің қазіргі заман талабына сай оны әрі қарай дамытып, оларды күннен күнге ерекше сұранысқа ие болуды, әртүрлі салаларда қолдануды сұраймын. Зерттеу мақсаты қазақ ұлттық ою-өрнектерінің мағынасы мен тәрбиелік мәнін жан-жаққа тарату. Зерттеу міндеттері ұлттық ою-өрнектерінің мәнін жалпы мағлұматтар жинау. Ұлттық ою-өрнектерінің тарихын зерттеп білу. Ұлттық ою-өрнектерінің мағынасын, тәрбиелік мәнін үйрету. Зерттеу жаңалығы. Ұлттық ою-өрнегінің қазіргі заманға сай талабындағы олардың күннен күнге әрі қарай дамытып, ерекшелендіре қылу. Олардың тарихына алғаш рет тоқталып, зерттеу жасағаны, тәрбиелік мәнін ашып жазғаны. Мейіз оюы қазақ халқының төркіні деуге болады. Өйткені әрбір ою-өрнек сол мейіздің элементтерінен жасалады, бірақ аты өзгеріп отырған. Мысалы, қошқар мүйіз, арқар мүйіз, бұғы мүйіз, сынар мүйіз, қос мүйіз, сынық мүйіз, төрт құлақ, түйе табан, сынар өкше, қос алқа, құс қанаты, қас табан. Бұл жаңағы қос мүйіз өрнегінің түрлері. Келесі құс қанаты өрнегінің түрлері. Өсімдік типтес ою-өрнек. Оларда көкөніс, жемістер бейнеленеді. Және гүлдердің мүшесі, жапырағы, сабағы, дәні, тағы да басқа элементтер көрінеді. Бұл жаңағы мен айтып отырған өсімдік типтес ою-өрнек. Зооморфтық ою-өрнек. Ол өрнектерде негізінен жануарлар бейнеленеді. Аң, құс, балық, тағы да басқа дене мүшелері көрінеді. Бұл жаңағы зооморфтық ою-өрнек. Бұл жерде, мысалы, аттың басы көрінеді. Космогониялық ою-өрнек. Бұл өрнектер дөңгелек, шимақ және иректен тағы да басқадан құралады. Космогониялық өрнек. Бұл өрнектер шимақтан жасалған. Бұл, мысалы, киіз үй. Геометриялық ою-өрнек. Бұл жерде геометриялық ою-өрнектерде геометриялық формулалар бар. Мысалы, бұл ромб. Мен зерттеу жұмысын жүргізген кезде бір аңызды оқып көріп, сіздерге бір үзіндісін айтып берейін. Бір күні Ою-хан деген хан болыпты. Ол оюларды оюмен әртүрлі заттарды безендірген. Бір күні Ою-ханның хандығын басып алып, хан барлық оюларды жояды екен. Сонда халық оны Жою-хан деп атап кеткен. Бір күні Жою-ханның баласы аңға шығады. Аңға шыққан соң баласы орманға қарай жолға шығады. Бір ай өз хандығына қайтып келмейді екен. Сонда Жою-хан халыққа айтып, кім менің баламды тапса, кім менің баламды тауып өлді десе,
мен оның басын алам дейдім. Сонда ешкімнің батылы жетпейді. Сөйтіп Оюханға барып сұрайды, сен менің баламды іздеп кел дейді. Сонда Оюхан жолға шығып дәрі-дәрмегін алады. Ол әрбір жануар кездестірген әрбір жануарларды емдейді. Ең ақырғысы үкіні кездестіреді. Сонда Оюхан осы өрнектерді бейнелеген. Мен осы өрнектерді болып жатқан көріністі бейнелегім келді. Бұл мысалы биік таулар. Бұның мағынасы биік тауларды асып түсіру. Екіншісі терең көлдің толқыны. Бұның мағынасы терең сулардан өтіп. Үшіншісі қалың жыныс ормандар алып. Бұл қалың ағаштар. Төртіншісі бұл күн мен ай. Бұл жерде мағынасы күндіз түнде де талмай жүрген екен деген мағынаны білдіреді. Мен келе жатқан көріністі басқалай істегім келді. Мысалы, осы өрнек жүрген жолдарда ол ұшқан құстармен беттесті деген мағынаны білдіреді. Алтыншысы бұл бұғымен кездесті деген өрнек. Жетіншісі мен арқарды белгілегім келді. Сегізіншісі жорғалаған тышқандарды қарсы келгенге ұқсайды дегенді белгілегім келді. Бұл не Оюханның баласы жолбарыспен арпаласып көлге түсіп қалады. Сөйтіп қайран ұлы мерт болады екен. Сонда Оюхан